Сәлем, сіздермен жол болғыш, және бұл жүзден 23-ші кітапқа қысқаша шолу. Крис Андерсон, TED Talks, слова меняют мир. Яғни сөздер әлемді өзгертеді. Бұл шынымен өте керемет кітаптардың бірі. Мен ютубта бөліспеген едім, бірақ 7-8 сынып оқығанда шамамен мен оратор болып өз ойыммен бөлісетін едім осындай TED және TEDx форматында. Өйткені біздің мектепте сондай шаралар өтетін еді. Және маған сол TED форматында өз ойыңды жеткізу және адамдардың алдында тұрып әртүрлі тақырыптарға сөйлеу және идеямен бөлісу ұнайтын еді. Сондықтан мен осындай өзіме таныс сөзді көргеннен кейін бұл кітапты оқимын деген шешімге келдім де алып оқыдым. Маған өте ұнады, жылдан бітірген кітаптардың бірі. Және бұл кітапта көбінесе жаңадан осындай TED және TEDx форматында сахнаға шығып өзінің ойын жеткізгісі келетін адамдарға жазылған. Яғни қалай дұрыс өзінің текстін жазу керек деген сияқты, қалай өзін сахнада ұстау керек, қалай мысалы сахнаға шығардың алдында бір идея, бір тақырып таңдай, сол тақырыпты қалай таңдаймын деген сұраққа да жауапты табуға көмектеседі. Өйткені көбінесе қиын болады, адамдар бүкіл тақырыпты айтқым келеді, өзіне ұнайтын немесе өзін жақсы түсінетін тақырыптардың барлығымен бөліскім келеді, бірақ бір выступленияның бір тақырыбы ғана болу керек. Сондықтан бұл кітапта сол тақырыпты қалай таңдаймын және сол тақырыпты қысқа уақытта қалай нақты өз ойымды адамдарға жеткізе аламын деген сұраққа жауап береді. Негізінде TED форматының ең жақсы жері ол адамдар өзінің идеясымен бөліседі. Яғни кітаптың аты айтып тұрғандай, слова меняют мир, яғни сөздер әлемді өзгертеді. Осыған дейін әрине сөздің құдіретін білсем де, бірақ соншалықты үлкен деп ойламадым. Өйткені бұл кітапта және статистика келтірілген, олар өйткені зерттеу жасаған, мысалы адам информацияны қалай жақсы қабылдайды. Ең жақсы қабылдайтын сәт ол басқа адам саған бір оқиғамен бөліскен кезде адам менің миым жақсы қабылдайды екен. Мысалы яғни қазіргі заманда 21-ші ғасырда искусство сторителлинга, яғни оқиғаны қызықты және түсінікті қылып айту ол үлкен бір өнер болып табылады, және олай өз ойынды керемет әдемі және адам түсінетіндей жеткізу, оған үйрену керек және практика керек. Тіпті қазіргі таңда сол ең жақсысы айтатын, және мысалы бұрында тек қана офлайн, мысалы бетпе-бет кездесулер болса TEDx форматында, қазіргі таңда офлайн адамдар сахнаға шығады. Сонымен қатар олар соны видеоға түсіріп осылай ютубқа салады да, соның арқасында көбірек адам көреді олардың выступлениясын. Солай. Және бұл кітапта тағы не туралы айтылған? Яғни осы сөздің құдіреті және сөзбен қалай өз ойыңды, бір идеяны, негізі TED форматы, бұл автор өзі осындай TED форматын шаралар ұйымдастырады, және ол айтатыны әр адам келгенде TED-ға бір идеямен келу керек, сол идеяны адамдарға таратам, адамдарға жеткізем деген идеямен. Яғни мысалы әлемді аялайық деген идея болса, сол идеяны адамдарға жеткізу керексің. Сенің өткен выступленияңнан кейін адамдар тұрып, осыған дейін мысалы экология туралы ойланбаса, экология туралы ойлану керек, немесе нақты бір әрекет істеу керек. Соған итермелейтін мықты выступление болу керек. Ал ондайды жасау үшін сен барлық әртүрлі этаптардан өту керексің. Сол этаптардан қалай өту керек, соның барлығын осы кітапта айтады. Және мысалы презентацияны қалай жасау керек, кейбір ең басында қалай аудиторияның вниманиясын ұстап тұру керек, қай жерде мысалы әзілді қосуға болады, қай жерде әзілді қосуға болмайды деген сияқты, сахнада өзіңді қалай ұстау керек, сосын язык тела деген сияқты сондай тақырыптар қозғалады. Сондықтан маған бұл кітап ұнады, және өмірде қолдануға болатын кеңестер жазылған. Егер сіздердің араларыңызда бұл кітапты оқыған адамдар болса, комментарийға өз ойларыңызды жазып кетіңіздер, және лайк басуды ұмытпаңыздар. Басқа да кітаптарға қысқаша шолу 100 кітап 2024 атты плейлистта. Сау болыңыздар.